Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды қошқардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Қазақстанның аз қамтылған отбасыларының коммуналдық қызмет шығындары қалай өтеледі? Қазақстанның аз қамтылған отбасыларының коммуналдық қызмет шығындары қалай өтеледі? Бұл туралы премьер-министрдің баспасөз қызметінен хабарлады. Биылдан бастап энергия көздерінің жабдықтарын кешенді жаңғырту, сондай-ақ электр, жылу, сумен жабдықтану және су тарту желілерінің тозу деңгейін төмендету мақсатында тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасын іске асыру басталды, делінген бейсенбідегі хабарда. Хабарда атап өтілгендей, бұл апаттар санын азайтуға және жалпы ұсынылатын коммуналды қызметтердің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда ТКШ кәсіпорындарының тарифтер мен инвестициялық бағдарламаларды өзгертуге қатысты 212 өтінімі бекітілді. Нәтижесінде коммуналдық қызметтер тарифтерінің өзгеруі 10-30% құрады. Мұнда тұтынушылар мен коммуналдық қызметтер мүдделерінің теңгерімі ескерілген.